Ассалаумалейкум, ардақты әлеумет. Бұл күн тәртібіндегі көкейкесті мәселелер мен түйткілді тақырыптарды талқылайтын жедел желі хабары. Еліміздің бірқатар өңірінде тасқын салдарынан қалыптасқан жағдайға байланысты мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев шұғыл жиын өткізді. Министрлер мен әкімдер сын садағына ілікті. Өңірде де тасқынға қарсы тосқауыл жұмыстары қанша жерден жүргізілгенімен қарғын су күш берер емес. Баспаналарды басты, бөгеттерді бұзды, жыраларды жырды, жолды шайды. Тіпті кейбір ауылдар аралға айналды. Сонымен аймақтағы ахуал мен қауқар қандай. Су тасқынына байланысты жексенбілік жедел желіде жүздесіп отырмыз. Эфир студия спикерлері, облыс әкімінің орынбасары Қалияр Айтмұхамбетов, Орал қаласының әкімі Мержан Сатқанов. Құрметті спикерлер, бірден сұхбатқа көшсек, Қалияр Шадиярұлы, алдымен осы аймақтағы ахуалдың негізгі себептеріне тоқталсаңыз. Қайырлы күн, құрметті жерлестер. Енді алдын ала ахуалға тоқталсақ, қалай болғаны, бұл жағдай деген 24 күні жалпы біздің Қазгидрометтің болжамы бойынша телефонограмма келді. Жауын шашын болады деп 26-29 күндері. Біздер деген дер кезінде облыстық төтенше жағдайлар комиссияның кезектен тыс отырысын өткіздік 25 күні аудандармен, құзырлы мемлекеттік органдармен. Енді жалпы тақырыбы деген сол алдын алу шаралары болды. Осы келатқан нөсер жаңбырға байланысты. Енді бірнеше себеп бар бұған байланысты. Сонда төтенше жағдайлардың отырысын өткізгенде біздер деген бірінші кезекте мал жанды сақтап қалу мәселесі болды. Ол деген аудандарға тапсырма берілді. Бұл деген Наурыздың мереке күндері болды, соңғы күні болды. Сол себептен келген ауылға адамдарымыз бар, студенттарымыз бар. Солардың деген уақытында, мысалы деген елдеріне қайтып жетіп алу. Негізінен көктемгі мезгіл, сосын деген жалпы жаңбырдың шашудың да мөлшері өте болжамы үлкен болды. Екінші, жаңа шаруашылықтарға өздерінің қарауындағы мысалы малдарды деген жақын ұстау, назарда ұстау, назардан тыс қалдырмау. Жаңбыр басталды 26 күні. Жаңағы мына су тасқынға жағдайға келуі бірнеше себеп болды. Бірінші себеп ол деген топырақтың күзгі ылғалдығы. Мысалы, биылғы топырақтың күзгі ылғалдығы былтырғы жылмен салыстырғанда 133%-ға шейін жоғары болды. Екінші, ол жердің топырақтың қатуы. Ол да өткен жылдан кем болған жоқ, 1 метрден астам болды. Тонның қалыңдығы. Тонның қалыңдығы, 1 метрден астам болды кейбір аудандарда. Оның үстіне мына қыста бірнеше рет жаңбырлар жауды. Соның бәрі салдарынан жердің бетінде орташа 6-10 сантиметрге шейін мұздақ болды, пайда болды. Ол бар. Үшіншіден, ол деген енді әрине ауа райының күрт өзгеруі. Біріншіден, жаңағы температураның көтерілуіне байланысты қардың жылдам еруі, екіншіден жаңағы айтқан жаңбыр. Түсінікті болу үшін, мысалы деген Батыс Қазақстан облысында наурыз айында бір айлық жаңбырдың нормасы 20-25 мм болса, сол бір жаңағы тәулікте 2 норма жауды. 2 айлық норма жауды. 2 айлық норма. Бір тәуліктің өзінде? Бір тәуліктің өзінде 2 айлық норма жауды. Соның жаңа салдары осындай жағдайға алып келді су тасқынға. Енді себебіне тоқталдыңыз ғой, Қалияр Шадиярұлы. Енді салдарында тарқатып айтсаңыз. Енді өңірде Орал қаласында 4 ауданда жергілікті деңгейдегі табиғи сипаттағы төтенше жағдай жариялауға мәжбүр болдық. Соның салдары енді деген жаңа айтқандай бізде деген жаңа соның салдарынан біздің деген өзендер көтерілуге бастады біріншіден. Әсіресе Деркөл өзені, Шаған өзені қазір көтеріліп жатыр. Басқа Шыңғырлау өзендері бар. Соның бәрі өзеннің көтерілуі, даладағы судың деген жиналып ағуы жаңа кейбір елді мекендерді су басуға алып келді. Бүгін енді нақтырақ айтсақ, мысалы деген 4 ауданда жаңағы Сырым, Қаратөбе, Бөрлі мен Теректі ауданында және Орал қаласында төтенше жағдай жарияланды. Неге десеңіз, бірнеше үйлер суға кетті, ауылдар бар суға кеткен. Өздеріңіз білесіңіз, Қаратөбеде мысалы Қоржын ауылы.
Бүгінгі күнге жалпы біздің мәлімет бойынша, қазір аудандардан алып жатқан мәлімет бойынша 384 тұрғын үйді су басты. 384. Бөрлі ауданында 84, Теректі ауданында 20-дан астам, Қаратөбе ауданында 80 және Сырма ауданында 200-ден жоғары үйдегі қазір су басты. Бүгінгі күнге 3744 адам эвакуацияланды. Оларға деген арнайы дайындалған орындар бар, мектептерге жаңағы бәрін орналастырылдық. Бірақ деген бұл көрсеткіш, ол деген өзгеріп тұрады. Мысалы, кейбір елді мекендерде қауіп төндіріп тұрған, оларды да көшірдік. Мысалы, қауіп сейілгеннен кейін олар үйіне алдын ала көшірген елді мекендер де бар. Олар деген келіп орналасады. Қауіп сейілгеннен кейін, мысалы, ол мүмкін 1 сағаттан кейін немесе 10 сағаттан кейін өзгергеннен кейін олар қайттан үйіне апарылып жатыр. Бұл деген баламалы цифр бүгінгі күнге, бірақ жалпы осы жаңа басталғаннан кейін осы жағдай 3744 кісі эвакуацияланды. Енді кеше Бөрлі аудандағы жағдай күрт нашарлады ғой. Бүгін өзіңіз барып келдіңіз. Қалай болып жатыр? Бөрлі ауданы жаңа күрделі, бүгінгі күнге жағдай күрделі аудандардың бірі. Бүгін су тасқынына болып жатқан. Енді негізгі өзен Бөрліден өтетін ол Шыңғырлау өзені. Бірінші қауіп деген Шыңғырлау ауданында туындады. Осы өзеннен бастау алады. Ол деген Ардақ, Ақшат ауылы мен Ақтау ауылдары. Жаңа өзін деген мөлшері бар. Өзеннің көтерілетін содан асып кетті. Бірақ жалпы үйлерге су кірген жоқ. Сосын сол лек келіп деген Бөрлі ауданына келгеннен кейін бірінші жаңа ауыл, ол деген Ақсу ауылы. Зардап шекті. Деңгей тоқтамады, көтеріле берді. Одан кейін деген Кентөбек ауылы, одан кейін Аралтал ауылы және Пугачев ауылдары осындай қауіпқа жаңа әкелді. Енді мен өзім сол басында ауданда болдым. Бүкіл жаңа жергілікті атқарушы органдардың адамдары, төтенше жағдайлардың саланың өкілдері, тұрғындар бәрі бір кісідей жұмылып, сол қалай болғанда да үйлерді аман-есен алып қалуға жұмыстанды. Нәтижесі де бар. Оны өзіміздің көзімізбен көрдік. Бәленбай мыңдаған қап орналастырды. Соның арқасында мүмкіндік жаңағы болатын үйлерді бәрін алып қалды. Мысалы деген Аралтал ауылында 40-50 үй болса, соны деген мысалы бүгінгі күнге 9 үй кетіп тұр, қалғандарын ұстап отыр. Әлі қауіп сейілген жоқ анда деген. Пугачев ауылында да тап солай. 10 шақты үй суға кетті, бірақ анда деген өте көп үй ауыл округ орталығы болғасын. Онда да сол 10 шақты үймен шектеліп, қалған жерді бәрін ұстап отыр. Кісілер деген күні-түні сол басында, кезекте сондай жұмыстар атқарылып жатыр. Қалған аудандарда солай. Мысалы деген түнде деген жағдай сағат 1-лердің шамасында Сұлукөл ауылында болды, Қаратөбе ауданында. Сағат 1-лердің шамасында түнде. Кісілерді бірінші кезекте эвакуация жасады түнде. Екінші кезекте сол ауылдың тұрғындары көмекке барған біздің әріптестеріміз, сондағы төтенше жағдайдың өкілдері 200-ге жуық адам шығып, сол қолдан деген қаптарды орнатып, басқа нелер түсеп, ауылды алып қалды, әрекеттер жасап. Сондай мысалдар көп әрине. Жақсы. Енді Қалияр Шадиярұлы жаңа Бөрлі ауданы туралы айттық қой. Бүгін енді таңда естіп отырмыз, Қазталов ауданының елді мекендеріне де қауіп төнуі мүмкін. Ар жағында тіпті Жаңақала ауданына қарасты елді мекендерге де біраз қауіп төнуі мүмкін. Облыстық мәслихат депутаттары бар, облыстық қоғамдық кеңес мүшелері бар. Жалпы өзіңіз айтқандай, немқұрайлы қарамайтын, бей-жай қарамайтын азаматтар бар. Арнайы топқа бөлініп, ауылдарды аралап кеткен екен. Енді Қазталов ауданына барған топты облыстық қоғамдық кеңес төрағасы, мәслихат депутаты Ербол Салықов бастап барған екен. Біз тілдесіп, жаңа ғана нақты ақпаратты алған едік. Соған зер салайық. Қайырлы күн. Мынау енді облыстың көпшілік жеріндегідей Қазталов өңірінде де қазір күрделі жағдай қалыптасып тұр. Енді соған байланысты мынау облыстық штабтан бөлінген жаңағы тиісті басқарма басшылары, тиісті жаңағы жауапты адамдар, мәслихат депутаттары бар. Барлығымыз келіп осында енді осы судың жағдайына, қалыптасқан жағдайға араласу, жәрдемдесу бағытында бірге аралап жатырмыз.
Енді бір-екі ауыз сөзбен айтатын болсақ, күрделілігі мысалға Сарыөзен бойында да, Қараөзен бойында да қазір болжам өте күрделі. Мысалға Жалпақтал өңірін айтатын болсақ, мысалға мынау Қараөзенмен келетін судың түсінікті болу үшін, мысалға былтырғы келген судан 2 еседен артық жаңағы қазір су Алғайдан жаңағы өтіп жатыр. Оның артында жаңағы Алғайдың водохранилищный су қоймасында да жоғары жатқан су қоймаларында мынау ресейлік әріптестерменен біздің су мамандары алып отқан мәліметке сәйкес, ол жақтан жаңағы қазір біреуінен 900 куб, біреуінен жаңағы 1300 куб жаңағы су келе жатыр. Сондықтан жаңағы ең бір күрделілігі бұл бір бағытта емес, жаңағы екі-үш кезеңменен жаңағы су соғайын деп тұр. Сондықтан жаңағы бұл жердегі Қараөзен бойынша басты мақсат бұл енді Жалпақталдың тұсынан осы суды өткізу. Ары қарай жаңағы аман-есен өткізгеннен кейін төмен қарай орналасқан жаңағы елді мекендер, соның ішінде жаңағы Қала ауданы, ал осы жерлерге жаңағы қауіпті төндірмейтіндей етіп жаңағы алдын ашып, сол жұмыстарды жүргізу. Ал екінші мәселе мынау енді Сарыөзен бойынша да қазіргі күні жағдай күрделі. Ал ең қиыны қазір далаға техника жүре алмайды. Ал барып жаңағы кейбір жерлерде ашатын, бұзатын, кейбір суға кедергі келтіретін дамбыларды нетуге қазір ешқандай техника жүре алмайды. Біз мынау облыстық штабтан бөлінген МЧС арқылы жаңағы төтенше жағдайлар арқылы мынау вездеход машинаменен бүгін сол аудан басшысы бар, жаңағы келген жауапты басқарма басшылары бар, су мамандары бар, бірлесіп осы Азар деп Варфоломеевка жаңағы су қоймасына қазір барып келе жатырмыз. Бұлай қарағанда енді нақты жағдайды көзімізбен көріп, ал судың жаңағы төмен қарай түсіретін негізгі арнасыменен жаңағы сосын мынау лимандар арқылы қалай жаңағы қауіпсіз реттеуге болатын жағдайларын айту көзіміз жеткізіп келе жатырмыз. Бірақ күрделілік жаңағы күрделі жағдай Сарыөзен бойынша да, яғни Казталовка қазір сақталып тұр. Енді жалпы мемлекеттік органдар, ауданның жұртшылық, қоғамдық ұйымдары бар, жеке тұрғындар бар, барлық енді атсалысып қазір жаңағы осы судың алдына қауіпсіз өткізу бағытында Казталовканың басында да, Жалпақталда да үлкен бірлік көрсетіп жұмыс істеп жатыр. Енді әрине барлығын қалайда жаңағы мақсат осы жеңілдікпен жаңағы қиындық көрмей өткізу. Сондықтан енді баршамыз осында жұмылып жатырмыз. Енді жаңада айттым, облыстық мәслихаттың депутаттары бар, тиісті жаңағы қолында күші бар мекеме басшылары кеше облыстық штабтан әрбір ауылдық округке бөлініп, сондай жаңағы жұмыстар қазір ұйымдастырылып жатыр. Қадірлі көрермендер, естеріңізге сала кетейік, бізбен байланысқа шығып, Казталовка ауданы аумағындағы ахуал туралы баяндаған облыстық қоғамдық кеңестің төрағасы, облыстық мәслихат депутаты Ербол Салықов. Мержан Мұнайдарұлы, облыс орталығындағы жағдайда мәз емес, біздің енді телеарнаға өңірдің түкпір-түкпірінен, соның ішінде Орал қаласынан да хабарласып, мән-жайды сұрап жатқан тұрғындардың қатары қалың. Өз аузыңыздан естісем, жалпы қай аймақтар өте қауіпті? Енді өзің жаңа айтқандай, шынымен де Оралымызда негізінен жылма-жыл белгілі бір уақытта өзендеріміз уақытымен шығады арнадан. Соның ішінде қазіргі уақытта Деркөл өзенде жаңа айтып кеткенде әріптестерім, судың деңгейі өте жоғары. Сондықтан қазіргі уақытта Деркөлдің жағасындағы ауылды елді мекендер, соның ішінде қазіргі уақытта Маштакова ауылында үлкен жұмыстар атқарылуда. Су жылма-жыл ол жақтан аула жағасынан шығады. Ол бағытта біздер осы қыс бойы әзірлендік. Қазіргі таңда о жақта үйлерде су өткен жоқ, бірақ айналасынан айналдырып аваловка арқылы өткізіп жатырмыз. Енді ол жерден қазіргі таңда біздерде қазіргі уақытта 8 эвакуациялық орнымыз әзір, 1100 адамға. Соның ішінде бүгінгі уақытта сол орындарда 166 адамдар орналастырған. Оның негізінен сол жаңа айтып кеткен Маштакова, онымен қатар Үміткер, Ягодка деген жаңа елді мекендер бар. Сол жақтан шыққан адамдарымыз ол жерде орналастырған. Және ол эвакуациялық орында қажетті бүкіл заттармен бәрімен де қамтылып отыр.
Енді екінші мәселе бұл әрине Шаған өзені. Жалпы біздің Оралда бұл ежелден бірінші Деркөл өзені ойнайды. Ол жаңағы өтіп болғаннан кейін артынан өтетін Шаған. Шаған екеуі өткеннен кейін артынан сәуір айының орталарынан бастап ойнайтын бізде Жайық. Тасиды дейсіз. Тасиды. Енді көбі 2011-мен айтып жүреді, салыстырады. Жаңағы үшеуі бір уақытта жаңағы үлкен мөлшерде болды деп су. Қазіргі уақытта да егер Деркөлдегі өзеннің судың көлемі былтырғы жылмен шамамен бірдей болса, биылғы жылы Шағандағы су өте көп. Бұл сулар негізінен Ресей жақтан шығып жатыр. Және қазіргі уақытта біздің негізгі үмітіміз бұл Деркөл өзенінен жылдамырақ суды өткізіп алу. Сондықтан кейбір жаңа халқымыз, азаматтарымыз айтып жатыр, Шаған өзенінде мұз әлі жүрген жоқ, Шаған өзені өсіп жатыр деп. Ондай мәселе бар. Бізді қазір үміт, әңгіменің ашығы, біздің үмітіміз Деркөл өзенінде қазіргі уақытта Тасқала жағынан судың деңгейі түсті. Яғни артында, Деркөл өзенінің суының артында үлкенде су жоқ деген сөз. Сөзіңіз аузыңызда, бірақ дегенмен мұз кептелісін болдырмау үшін мұз жару жұмыстарын жүргізіп жатырсыздар. Мұз жару жұмыстары жүргізіліп жатыр, жүргізілуде. Ендігі жаңағы жылдамырақ Деркөл өзенін өткізіп алу суын. Сондықтан қазіргі уақытта екінші біздің жаңағы ойымыз ол үйлесіп жатыр. Белестің орналасқан жерден Деркөлдің деңгейі түсу керек. Одан кейін жалпы Деркөл өзеніндегі ағыста суда біраз азаяды. Ол азайғанда не береді? Ол Шаған өзенінің ары қарай жылдам Жайыққа өтуіне ықпалы болады. Сондықтан біздер қазіргі уақытта да Шаған жеріндегі жаңағы мұздарды жарылыс жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Ендігі халқымыздың бәрінің сұрап жүргенде, біздің де жүрегімізде арғы жатқан мәселе бұл Ресейден бүгін, ертең қандай мөлшерде су болады деген. Енді мүмкіндік болса, бұл сұрақ бәрімізді де әрине алаңдатып отыр. Мүмкіндік болса, біз мамандардың өзінен қазір сұрап білейік. Қазсушар республикалық мемлекеттік кәсіпорны облыстық филиалы директорының міндетін атқарушы Рауан Құсайыновпен скайп жүйесі арқылы байланысқымыз келеді. Мүмкіндік болса, дәл Мержан Мұнайдарұлы өзіңіз айтқан сауал түгел бас қазақстандықтарды алаңдатып отырғаны рас. Трансшекаралық өзендердің көтерілу деңгейі ресейлік әріптестермен байланыс қаншалықты жолға қойылған. Рауан Ерланұлы, ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Енді тақырып өзіңізге түсінікті шығар. Күн тәртібінде күйіп тұрған мәселені талқылап отырмыз. Өздеріңіздің нақты ақпаратыңызды білгіміз келеді. Ресейлік әріптестеріңізбен байланысып отырсыздар ма? Енді әрине сәт сайын хабарласып отырған шығарсыздар. Қазір көрермен тұрғындар тарапынан ойлары сан-саққа жүгіріп отыр. Кейде шынайы ақпарат, кейде негізсіз ақпараттарды да көзіміз шалып, құлағымыз шалып қалып жатыр. Өз аузыңыздан естек. Қатысушылар тарапынан үнемі ресейлік су шаруашылығы әріптестерімізбен үнемі байланыстамыз. Күніне үнемі байланысты ақпаратты сағат сайын алып отырамыз. Қазіргі уақытта Саратов Мелиотқоз басқармасының мәліметі бойынша Батыс Қазақстан облысына ең жақын Приөзен су қоймасынан Қараөзен өзеніне 480 секундына 480 текшеметр су түсуде. Сонымен қатар Сарыөзен өзенінде орналасқан Варфоломеев су қоймасынан секундына 70 текшеметр су түсуде. Қазіргі уақытта аталған өзендер бойынша су өзен арнасымен және табиғи шабындықтарға берілуде. Жайық өзені бойынша Орынбор облысында орналасқан су ресурстары бөлімімен үнемі байланыстамыз. Қазіргі уақытта Жайық өзені жоғары жағында орналасқан Ерекла су қоймасынан секундына 90 текшеметр су тасталып жатыр. Қазіргі уақытта Орал қаласындағы Жайық өзенінің деңгейі
396 сантиметр құрайды. Рауан Ерланұлы, Қысқы сөзіңіз уақытта- аузыңызда. Рауан Ерланұлы, Ирикла су қоймасынан секундына 90 текше метр деп айтып қалдыңыз ғой. Енді маман ретінде айтыңызшы, ол Оралға қай уақытта жетеді? Қанша күнде жетеді? Жалпы Ирикла су қоймасынан Орал қаласына жету мерзімі 20-25 күнде құрайды. Шамамен 20-25 күнді құрайды. Қазгидрометтің берген ақпараты бойынша Жайық өзенінің Орал қаласында мұздан ашылу уақыты 2 мен 7 сәуірдің аралығында. Енді тасқын судың мөлшері сәуір айының ортасынан бастап көтерілу деп күтілуде. Дегенмен, Рауан Ерланұлы, ол Ирикла су қоймасына ғана тәуелді емес қой. Енді Жайықтың тасуы, көтерілуі тек қана Ирикла су қоймасындағы су көлемімен өлшенбейді ғой. Одан бөлек те қауіп бар, солай ма? Одан бөлек өзіңіз білесіздер, қазір көршілес Ақтөбе облысында да үлкен тасқын суының көлемі өтіп жатыр. Жайық өзеніне біздің Қазақстан аумағында Елек өзені құяды. Қазіргі уақытта Ақтөбе су қоймасынан су тастау көлемі азайтылған болатын. Одан бұрын 2-3 күн бойы Ақтөбе су қоймасынан 1000 текше метрге дейін жеткізілген болатын. Енді Ресей аумағында Жайыққа ең үлкен құятын өзен ол Сахмара өзені. Қазіргі уақытта Сахмара өзені бойынша Башкирияның аумағында қардың еруі енді басталып жатыр. Ол өзеннен де үлкен тасқын суды күтудеміз. Жалпы енді сәуірде басталды ғой. Алдағы аптада енді маман ретінде айтыңызшы, қала әкімінің өзі нақты, енді әрине маман емес қой, нақты жауабын айта алмай отыр. Өзіңіз енді әріптестеріңізбен байланыса отырып, нақты қорытындыны айтсаңыз, жалпы Жайық өзені, трансшекаралық өзендер, 3 өзеннің тоғысында орналасқан облыс орталығы қауіп күшейе ме? Әрине, Қазгидрометтің берген мәліметі бойынша Жайық өзенінің Орал тұсындағы ең биік деңгейі 850 сантиметрді беріп тұр. Қысқы деңгей 133 сантиметр құраған болатын, қауіпті деңгей 850 сантиметр. Енді ағымдағы жылы судың мөлшері өте көп. Көп жылда жаңағы осындай судың циклы дейді ғой, су көп жылдар цикл, су аз жылдар цикл. Сол су көп жылдар цикл қазіргі уақытта келіп тұр. Қазіргі уақытта су көп жылдар цикл келіп тұр. Осындай судың мөлшері 94 жылы болған болатын. Біздің елде сол 94 жылы жалпы Батыс Қазақстан облысында өзендердің барлығында осындай үлкен тасқын болатын. Құрметті спикерлер, Рауан Ерланұлына қояр сауалдарыңыз болса жолдауға болады? Шаған өзені бойынша ақпарат бар ма екен соңғы? Шаған өзені бойынша ақпарат бөлістеңіз? Қазіргі уақытта Шаған өзені бойынша Шаған су қоймасында судың деңгейі 27-37-ні құрайды. Енді Шаған өзені өзіңіз білесіздер, екі өзеннен құралады. Жаңа екі өзеннің арнасында орналасқан Деркөл және Шаған өзендерінде. Енді Деркөл өзені бойынша ең Тасқала гидропостында қазіргі уақытта судың деңгейі төмендеуі байқалады. Сонымен қатар Деркөл өзеніндегі Белес гидропостында судың деңгейі бір қалыпты. Қазіргі уақытта 658 сантиметрді құрайды. Жаңа гидропост биік қауіпті деңгейде тұр қазіргі уақытта. Бірақ соңғы сағатта жаңағы судың деңгейі төмендеуі байқалады. Енді Шаған өзені бойынша Чувашка ауылында гидропост орналасқан болатын. Ол гидропостта қазіргі уақытта Шаған өзенінің деңгейі 1184 сантиметр құрайды. Қауіпті деңгейге 1 метрдей бар қазіргі уақытта. Енді Ресей жағынан, Ресей тарапымен хабарласып отырмыз. Ол жақта судың төмендеуі байқалып отыр. Бірақ та жаңағы Шаған өзенінің жоғар жағында орналасқан қар әлі бар дейді. Үнемі байланыстамыз, олар да айтып жатыр, жаңбыр бар дейді. Қар сол еруін, күннің жылуын күтіп отыр оларды. Ақпаратты тәулік бойы бізге күн-түні хабарлап отырады өзгеріс бойынша. Рауан Ерланұлы, байланысқа шығып, нақты ақпарат бергеніңіз үшін көп рахмет. Бержан Айдарлы, алып қосарыңыз бар ма?
Енді жаңа Рауан мырза айтқандай, алдағы осы бүгінгі түн негізгі жаңа болашақта ертеңгі күнді айқындайды. Жаңа ойымызша Белесте судың азаюы бүгіннен басталса, алдағы 2 күннің ішінде біздің Орал жақта да Деркөл өзенінде судың азаюы болады деген үміттеміз. Оның арт жағында бізді мазалап отқан жаңа Шаған өзені. Шаған өзені осы алдағы 2 күнде сол көп су Ресейден бізде болмаса, онда ешбір елді мекендерге суды апармай өткізуге мүмкіндігіміз бар. Бірақ қазіргі уақытта біз осы Шаған өзенінің жағасында орналасқан елді мекендерге, бұл әсіресе Самал жаққа, Плодовочной, Асан, сонымен қатар барлық осы Шаған өзенінің жағасындағы халқымызға айтып жатырмыз. Мүмкіндік болып жатсақ үйлерін босатып, басқа жерге Әрине, жан-жақты ескертулер, хабарландырулар беріліп жатыр дейсіз ғой. Енді Қалияр Шадиярұлы, бір шүкір ететініміз адам шығыны жоқ, дегенмен 4 түліктен шығын бар. Солай ғой? Иә, өкініштісі сол 4 түлік малдан шығынымыз бар. Бүгінгі күнге түскен мәліметтер бойынша, аудан бойынша, енді бұл мәліметтер өзгеріп жатады, сағат сайын өзгереді. Неге десеңіз, әлі комиссияда толыққанды жұмысқа кіріскен жоқ. Бірақ қазіргі бар мәліметіміз бойынша біздер деген енді бұл шығын одан да көп болатын еді, бірақ жаңа жергілікті атқарушы органдардың, тұрғындардың өздерінің тарапынан іс-әрекет жасап, 1000-нан астам мал деген қауіпсіздік аймаққа шығарылды, осы су басқан аумақтан. Бүгінгі күнге қазіргі сағатқа қалыптасқан бұл деген мына шығын, ол деген мысалы ірі қара мал 91 бас, осы аудандар бойынша, барлық аудандар бойынша, жылқы 35 бас, қой 899 бас, және құс 12 бас. Енді бұлардың бас бөлігі ол деген Қоржын ауылы мен Өлент ауылына тиесілі. Шын айту керек, қалған ауылдарда ондай көп шығын жоқ. Мына Қоржын енді түнде келді, малды шығарып үлгермеді, соған салдарынан осы Қоржын ауылы мен Өлент ауылына тиесілі осы бас бөлігі. Сонымен қатар айтып кету керек, бүгінгі таңда бізде деген облыс бойынша автожолдардың 30 учаскесі су астында қалды. Осы салдарынан соның 13 учаскесін су шаю фактілері болды. Қазір көп жолдар ашылып жатыр, бірақ 11 елді мекен осы күнге шейін әлі қатынасы үзіліп отыр. Ол деген Қаратөбе ауданында 8 елді мекен, Сырым, Теректі және Шыңғырлау аудандарында бір елді мекенден. Онда ескеріп кету керек. Жол қатынасы кейбір ауылдарда байланыс үзілді дейсіз ғой? Иә, 11 елді мекенде. Бүгінгі қазіргі уақытта байланыс жоқ. Дегенмен Қазақстан Республикасы төтенше жағдайлар министрлігі, Қорғаныс министрлігінен, Ішкі істер министрлігінен адами ресурс тікұшақтар тартылып, оларда жұмылдырылды ғой? Әрине, бізге деген Маңғыстау облысынан деген 50 әскери борышын өтеп жүрген азаматтар келді. Бұдан басқа Алматы қаласынан жаңа көмек көрсетуге 50 адам келді. Ақтөбеден бір тікұшақ келді. Сонымен қатар жалпы Қорғаныс министрлігінен 2 ұшақ жолданып, алдында деген Қоржын ауылынан эвакуация жасауға көмектесті. Көмек болып жатыр. Үкімет мүшелері де төтенше жағдайлардың министрдің орынбасары вице-министр осында деген жұмыс істеп жатыр өзі. Иә, үкімет мүшелері келіп жағдайды жіті назарда ұстап отыр ғой, тіпті президенттің өзі тікелей бақылауында ұстап отыр. Мәжіліс депутаттары да келіп кетті. Мәжіліс депутаты Сергей Пономарев орынды сауал қойды. Өткенде жаңа енді қауіптен қорқып отырмыз ғой, Шаған өзенінің деңгейі қалай болады деп. Бетін әрі қылсын, бірақ сондай қауіп болған жағдайда адами ресурс жеткілікті ме? Егер жеткілікті болмаса, біз қосымша мемлекеттік органдармен бір үйлесімді ынтымақтастық орнатуға жәрдемдесеміз деген өзінің уәдесін айтты. Ал сондай жағдайда қосымша резерв қарастырылған ба? Қазір қай аудандарда жалпы адами жетіспеушілігі байқалмайды. Халықта өзі де шығып жатыр көмектесуге. Сосын біздің мемлекеттік органдардың қызметкерлері бәрі осы басқасында жүр. Сол себептен өзіміздің де бізде төтенше жағдайлардың жаңағы әскери қызметшілер, олар да бар. Олардың бәрі әрине бұл жұмыстарға тартылады. Мен адами фактор қазір деген оған тіреліп тұрған бүгінгі күнге ештеңе жоқ. Жаңа 100 адам келді бізде 2 облыстан, олар бәрі жұмыс істеп жатыр. Сосын өзіміздің қызметкерлерде де жалпы күш жетеді деп ойлаймын.
Енді дәл қазір бір мәселені тереңірек талқылап отыратын уақыт емес, дегенмен кейде мысалы облыс орталығында мына арық жүйесінің өз деңгейінде болмауы да көп нәрсеге кері әсерін тигізіп отыр ғой. Тіпті трансшекаралық өзенді айтпаған күннің өзінде қар суына күшіміз жете алмай қалып, кейбір мемлекеттік маңызы бар нысандардың өзін су алып жатқан жағдайлар кездесті. Бар ондай мәселе шынымен енді негізінен бізде арықтар Оралымыздың орталығында, сонымен қатар ескі бұрынғы шағын аудандарда орналасқан. Енді өкінішке орай мына соңғы 30 жылдың ішінде салынған жаңа шағын аудандарда арықтар салынғанмен жүйелі оны жаңа алып келіп өзенге апаратын арықтар істелмеген. Сондықтан негізгі алдағы жұмыстардың бірі бұл осы бүкіл ливневка дейміз, бүкіл жаңбырдың суы, шығып жатқан сулардың бәрін ретімен өзінің ылдиымен өзеннің жағалауларына апару. Бұл уақытта енді былтырғы жылдан бастап жұмыстарды істеп жатырмыз. Өзіңіз білетін Бірлік ауданында жұмыстар атқарылды. 10-шы шағын ауданында арықтар істелінді. Биылғы жылы о жақта ондай көп мәселелер мүлдем айтылған жоқ ресми желілерде. Сондықтан жылма-жыл осылай ауыртпашылық білініп жатқан шағын аудандарда осы арықтарда жүйеге алу біздің ойымызда бар. Осы бағытта жұмысымызды атқарамыз. Бұл енді тек облыс орталығына тән жағдай емес, жасыратын жоқ, кейбір ауылдардың өзі ең басында мысалы салынған кезде тұрғын үйлердің өзі дұрыс жоспарланбай салынғаны жасырын емес қой. Мысалы мәжіліс депутаттары ауылдарды аралағанда Нартай Сәрсенғалиев Теректі ауданына барып, Аңқатыдағы жағдай туралы айтып отыр. Қазір біз сұхбатына зер салайықшы, тыңдайықшы. Бұл жылда соғып кететін үйлер екен. Жылда кетеді. Уағында жесірден жардап шеккен азаматтарға деп салынған, отбасыларға деп салынған үй. Бірінші сұрақ мен көкейімде сол болып тұр, өйткені бұл құрылысты салған адам бар, бұл құрылысты қабылдаған адам бар. Қарап тұрсақ, бұл су жиналатын арнайы кәдімгі өзінің бір бөлігі ауылдың. Енді бұл жерге үй салу, ол құжатты қабылдау қандай тырнақшаның ішіндегі ақылды адамның ойына келгенін білмеймін. Сондықтан бірінші ертеңгі күні азаматтарға келтірілген шығынды қайтарған кезде, және де осы құрылысты салған, және рұқсат берген, және қабылдаған азаматтарға қатысты тиісті тергеу жүргізілді деп ойлаймын. Бірінші мәселе, ол мен көтеретін мәселенің бірі, ішінде 1 метрден астамға су көтерілген. Ал анау үйлердің қабырғасын қараса гипсокартонмен бөлінген. Демек қазір бұл үйлердің іші кепкен күннің өзінде де тұруға жарамды болады деп айтуға болмайды. Қаражаттың деңгейіне қарап, мүмкін басқа жерден үй құрылысын салу туралы да сұрақ орын алуы мүмкін. Сондықтан бұл жұмыстарды мұқият қарау керек деп санаймын. Өйткені жыл сайын өтемақы беріп, жыл сайын бір жердегі елдің, жұрттың көз жасын сүрте бергені мүмкін ден дұрыс жерден үй салып, ден дұрыс жерден баспана беру керек шығар деп ойлаймын. Десекте депутаттың сөзінің жаны бар ғой. Қалияр Шадерұлы, не айтар едіңіз? Енді әрине келсем, үйлерді салғанда бірінші кезектен деген жаңағы бірінші кезекте сол су басу аймаққа салуға болмайды ғой. Бұл жерде деген әрине біздің әріптестеріміз бір уақытта мүмкін деген қате шешім қабылдаған шығар, оны мойындау керек. Келешекте бұнымен тоқтамаймыз, ол келешекте бұны ескеру керек әрине. Және бұл мысалдың өзінен көріп отырғанымыздай, жеке адамдар, тұрғындар өздері салған емес, мемлекеттің жер сілкінісінен зардап шеккен азамат. Былайша айтқанда, бір түскен шұңқырға 2 рет түсіп отырмыз. Енді жаңа Қаратөбе ауданы, Бөрлі ауданы жөніндегі ахуалға қанықтық қой. Енді төтенше жағдай жарияланған тағы бір аудан, бұл Сырым ауданы. Енді мүмкіндік болса, қазір енді тікелей эфирде пайдалана отырып Сырым ауданының әкіміне хабарласып, мән-жайды білсек, өз аузынан естісек. Жұмагелді Жолдыбайұлы, ассалаумағалейкум. Ақжайық телеарнасы Біржан Кухаев жедел желі тікелей эфирде шығып отырмыз. Өзіңізбен хабарласып, аудандағы ахуалға қаныққымыз келеді. Аудандарында қар суының еруіне байланысты және аудан аймағындағы өзендердің көтеріліп, ауа температурасы жылып, қосымша жауын-шашын түсуіне байланысты су жиналымы болды. Сол аудан бойынша
тек соның 174 ғана эвакуациялық орталықта. Қалған адамдардың бәрі өзінің жаңағы туысқандарына үйлеріне кері қайтты. Енді өзіңіз білесіздей, бүгінгі күні ЧС төтенше жағдайлар жарияланып, ауданда келген төтенше жағдайдан келген шығындарды анықтау бойынша комиссия құрылып, алдын ала бүгінгі күні жаңағы үйлердің санын нақтылап, келген шығындардың мал мүлкін жаңағы үйін бүгінгі күні комиссия қарап, алдын ала визуалды қарап шықты. Қазіргі уақытта енді судың көлемі азайды, Өлеңті өзені өз нормасына келді. Бүгінгі күні жағдай тұрақталып келе жатыр. Қауіп сейілді ғой, иә? Қауіп сейілді, иә. Жұмагел Жолдыбайұлы, нақты ақпаратың үшін рахмет. Ел аман болсын. Рахмет. Төтенше жағдай жарияланған аудандардағы ахуалға қанықтық. Енді Қалияр Шадиярұлы сөз басында өзіңіз айттыңыз, бұл тек қана жергілікті атқарушы орган емес, жаңағы облыстық мәслихат депутаттары, қалалық мәслихат депутаттары, арнайы қор құрылды, үкіметтік емес ұйымдар, жастар, еріктілер барлығы бірдей жұмылып, қауіпке қарсы тойтарыс беруге тырысып жатыр. Солардың бірі Аманат партиясы, саяси ұйым мүшелері алғашқылардың бірі болып жылу жинауға кірісті. Дәл қазір Аманат партиясы облыстық филиалының атқарушы хатшысының орынбасары Афиза Семғалиева бізбен байланысқа шығу керек. Мүмкіндік болса, Афиза Болатқызының өз аузынан естіп білейік. Афиза Болатқызы, кеш жарық. Саламатсыздар. Эфирді көріп отырсыз ба? Көріп отырмын. Су тасқыны жөнінде мәселелерді талқыладық. Енді біздің күшіміз бірлікте деген ұран ешқашан өміршеңдігін жоймайды. Осыны сөз емес іс жүзінде дәлелдеп, саяси ұйым мүшелері алғашқылардың бірі болып жылу жинауға кірісті. Тарқатып айтсаңыз? Су тасқыны орын алған кезден бастап, Аманат партиясы облыстық филиалы гуманитарлық көмекті ұйымдастырды. Бұл бастаманы біздің облыстық және қалалық мәслихаттағы партиямыздың фракция мүшелері, депутаттары толықтай қолдады. Осындай жұмылдырған жұмыстың нәтижесінде бір күннен қалмай Қаратөбе ауданына 4 тонналық гум көмек жеткізілді. Қайтар жолда Сырым еліне соғып, сол жердегі тұрғындармен және көмек көрсетіп жатқан әскерлермен тілдесіп, екінші күні оларға барлық қажет нәрселерді алып бардық. Кеше және бүгін Теректі ауданының Аңқаты және Подстепный елдерінде ауылдарында орналасқан эвакуативтердегі тұрғындарға жүк көмекті жеткіздік. Осыған қоса партиямыздың жанындағы жастар рухы волонтерлары Маштакова, Мичурин ауылдарында құм қаптау жұмыстарына және қаланың ішіндегі төтенше жағдайлармен күні-түні жұмыстанып жатқан қызметкерлерге ысы шай, тағам үйлестірулеріне өз үлестерін қосуда. Жаңа енді Біржан өзіңіз айтып кеткендей, бұл жерге күшіміз бірлікте, әрбір мекеме, әрбір азамат өзінің қолынан келген көмегін қарастырып жұмыстанып жатырмыз. Афиз Болатқызы, енді өзіңіз басы-қасында болдыңыз, сауапты да жауапты жұмыстардың басынан табылдыңыз. Зардап шеккен тұрғындарға ең алдымен қандай көмек керек? Әрине ол киім-кешек, азық-түлік солай ғой? Негізінен біздер бара жатқан елді мекендерге алдын ала хабарласып, ысырап болмау үшін, қолымыздағы қаржыны тиімді пайдалану үшін нақты қажет заттарды сұратып аламыз. Қаратөбе елінде ысы тамақ, басқа жағдайлардың барлығы ұйымдастырылған. Енді жаңағыдай тұрғындарды алып кеткен кезде көп адам үстіндегі киіммен шығып кеткен, соның ішінде балалар. Сондықтан да Қаратөбе ауданына балаларға арналған жылы киімдер болса деген өтініш болды. Біз соны жеткіздік. Қайтып келе жатқанда Сырым елінде жаңағыдай орналасқан жерлер көбіне байқағанымыз тек қана мектеп, немесе балабақша емес, Жолшыбай жаңағыдай орналасқан қонақжай кешендері бар ғой, солардың барлығы тұрғындарды қабылдап жатыр. Міне орналасқан жерлері жылы, бірақ дегенмен де балаларға арналған жаңағы гигиеналық заттар қажет болды. Әскерлерге етіктері, шұлықтары суға кеткендіктен күйіп үлгермей жатыр. Осы қажетті заттар болса екен деп біз соларды жеткіздік. Сонымен қатар кеше Теректі ауданы Аңқаты елімен хабарласқанда, ол жерде учетта тұрған адамдар бар, нәрестелер бар екен, жаңадан туған. Міне соларға тағамдар, дәрі-дәрмектер қажеттілігі
керек болды дейді. Енді кеше түнде Подстепный еліне су кеткен, сол жерде эвакуацияланған колледжде орналасқан халыққа жаңағыдай тамақтар қажет және гигиеналық заттар қажет деді. Көбіне жаңағыдай қайталап айтам балаларға міне осы киімдердің барлығын пысықтап алып жеткіздік. Афиза Болатқызы, күш көп болсын, ел алдындағы еңбегіңіз жемісті болғай. Байланысып, нақты ақпарат бергеніңізге көп рахмет. Енді Қалияр Шадиярұлы, өзіңіз көріп отырғаныңыздай, шынымен де ел болып, осындай елдіктің, бірліктің сыналатын уақыт ғой. Сондықтан барлығы да жан-жақтан жұмыла көтерген жүк жеңілдеп ат салысып жатыр. Жалпы хабар соңында өздеріңіздің айтарларыңыз болса, тағы бір мәселені сұрақты қойып кеткім келіп отыр. Ертең төтенше жағдайға байланысты әрбір шығын көлемі анықталып өтеледі. Бірақ дей тұрғанмен кейбір тұрғындардың тарапынан әлде бір күмән бар, уайым бар. Мысалы, үйлерін су шайған тұрғындар ертең су кеткеннен кейін қаншалықты су шайған дәлелдей алмай қаламау деген сияқты бір қорқыныш бар. Әрине, олардың уайымы орынды. Осы орайда олар ертең бір жан-жаққа әрбір мекемені бір аралап, толған қағаз құшақтап, табалдырық тоздырып кетпей ме? Енді төтенше жағдай, жаңа айтқан жарияланған аудандарда деген комиссия құрылды. Мына су деген кетуіне байланысты ол, қазір енді ол кейбір ауылдарда кетті, кейбір ауылдарда кеткен жоқ. Соған байланысты комиссия өзінің жұмысын бастайды. Әрине біздер комиссиядан талап ететініміз, ол деген бір адамда зардап шеккен комиссия назарынан көмектен тыс қалмау керек. Бірінші кезекте осы басты мақсат. Екінші, енді әлі жалпы мына қауіп деген сейілген жоқ. Далада деген әлі су жиналып, сай-саламен келіп жатыр. Оған дәлел мына соңғы күн жылуына байланысты кеше түнде Подстепныйға келіп жатқан суды айтуға болады. Мысалы деген шежін, мына бар өзендердің тек шежімен өлентіде жаңағы су деңгейі түсіп жатса, қалған өзендерде әлі көтеріліп жатыр. Сол себептен қауіп әлі сейілген жоқ. Әлі де біздер деген мына жұмысымызды күшейтіп, бақылауда ұстау керек бұл мәселені деген. Бірнеше күн енді созылатын шығар, бірақ дегенмен назардан тыс қалдырмау керек, әлі қауіп сейілген жоқ. Ержан Айдарұлы, хабар соңында қала тұрғындарына не айтар едіңіз? Біз енді жаңа айттық қой, енді халқымызға айтып жатырмыз. Әсіресе мына Шаған өзенінің жағасындағы азаматтарымызға жаңа айтып жатырмыз. Бүкіл түндегі, ертеңгі уақыттары бәлкім үлкен бір жаңа күннің жылуына байланысты, я да жаңбыр жауына байланысты әртүрлі себептер болуы мүмкін. Сондықтан біздің айтып жатқан ұсыныстарды ескеріп, алдын ала үйлерінен орналасса, біздің айтып жатқан орындарымызға үйлесіп жатса, бізге де ыңғайлы болар еді. Сондықтан осы мәселені ұмытпасын. Өйткені менің әріптестерім күні-түні жұмыс істеуде. Осы бағытта енді баршамыздан, халқымыздан бірлікте, бірге осы мәселені өткіземіз деген ойдамыз. Осы бағытта бірлікте жұмыс істейік деген үмітіміз бар осы бағытта. Қалияр Шадиярұлы, Ержан Айдарұлы, халыққа нақты ақпарат, уақытылы ақпарат берейік деген ниетпен студияға келгендерің үшін көп рахмет. Қадірлі көрермендер, еліміз айтып келмес апаттан, пәле жаладан аман болсын. Ең басты ұстанымды ұмытпайық, біздің күшіміз бірлікте. Аман болыңыздар.